Орбиталық маневрлерде, әсіресе айға ұшу кезіндегі гравитациялық маневрлерде осындай бір түрліктер бар. Кейде негізсіз күрделі траекториялар жасалады. Мен өзімнің симуляторымда мысал көрсетемін. Айдың алдында, ғарыш аппаратының алдында тұрған сызықтар бұл жылдамдықтың бағыты мен шамасын көрсететін векторлар. Яғни, вектор неғұрлым үлкен болса, жылдамдық соғұрлым жоғары болады. Айға жақындаған сайын ол айға қарай ауытқиды, және бір сәтте жылдамдай бастайды. Қазір ғарыш аппараты айдың жанынан өтіп, гравитациялық үдеуді жүзеге асырды. Мұндағы мәселе неде? Аппаратты дәл бағыттау өте маңызды. Ол қажетті уақытта дәл орынға жетуі керек. Өйткені бірнеше секундтық кідірістің өзі ұшу траекториясына әсер етеді. Ол екі гравитациялық маневр жасады. Біреуі дұрыс және қалыпты, бұл жердің айналасында бірнеше айналым жасап, үлкен жылдамдық жинап, отынды үнемдей отырып жерден алыстау. Содан кейін ол айға жақындап, оның жанынан өте жақын ұшып өтеді. Бұл оған қосымша күш береді. Бұл классикалық гравитациялық көмекші маневр, және ол мына үлкен эллипске кіреді. Содан кейін ол бәрі соншалықты жақсы есептелген. Ол осы эллипстен тікелей айдың орбитасына шығып, оған ұшады. Салқын маневр, керемет маневр. Ой, мағынасы бар ма? Болмайды. Айға жақындағанда ол қайтадан кәдімгі орбитаға шығады. Дәл осыны айға алғаш рет жақындағанда жасауға болар еді. Міне тура солай. Онда тек түзету жасау керек еді, және онша қатты жақындау да қажет емес. Дәл солай әлдеқайда оңайырақ болар еді. Жалпы барлық аппараттар негізінен солай ұшады. Бірақ жапондықтар да, басқалары да бұл қосымша өте күрделі, өте көп еңбекті қажет ететін, және өте қауіпті маневр жасаудың бір түрлі оғаш тәсілін таңдайды. Мұнда бұл маневрдің мәні өте күмәнді. Ол жерде жанармай үнемдеу нөлге тең, керісінше айтпағанда біз көбірек отын жұмсаймыз және тәуекелдер көп. Себебі осы траекторияда аппарат міндетті түрде тағы да түзету жасауы керек еді. Айға дәл жету үшін, өйткені айға дәл осылай жету өте қиын. Тіпті аздап қателессең ондық емес, 100 градусқа немесе үдеуге қателессең бәрі сен басқа жаққа ұшып кетесің. Егер ғарыш аппараты бәрібір айдың орбитасына қалыпты, бұл жанатын орбиталық жылдамдықпен шығатын болса, онда айда алыс гравитациялық маневрдің не қажеті бар? Мұндай маневрлерде ғарыш аппаратын жоғалтып алу ықтималдығы өте жоғары, ал пайдасы нөл.